Қайырлы күн достар, бұл видеода мен осындай тұсаукесер киіміне қол жұмысын қалай жабыстыру керек, соны көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса, лайк, комментария қалдырыңыздар. Ол үшін біз дайын болған оюымызды құйып аламыз, сеткамыздан шығарып. Осының төменгі видеода осы кестені тігу жолын көрсеткен болатынмын. Пайдаларыңызға жарасын. Осылай оюымызды қиып аламыз, жан-жағын. Міне дайын болды оюымыз. Осындай ыстық горячий клейімізді, пистолетімізді қыздырып қоямыз. Осылай міне дайындап қойған киімімізді шығарып, үстіне киетін киімін түп-түзеу тура қылып жайып қоямыз. Иықтары бәрі бірдей келу керек. Оюымыз қисайып кетпес үшін киімімізді деу қойып аламыз. Барынша. Міне ыстық клейімізді де ыңғайлы жерге қойып аламыз. Қолдарыңызды байқаңыздар, күйіп кетпесін. Кетіріп алмаңыздар. Міне осылай түзеулеп, тағы да бір қарап оюымызды осы дайын болған киіміміздің үстіне қазір қойып көреміз. Осындай әдемі ою. Қалауларыңызша қойсаңыздар болады бұл оюды. Дәл екінші оюында қарама-қарсы қоямыз. Оюлардың араларының арақашықтығына мән беріңіздер, сонда оюларыңыз әдемі түзеу болып шығады. Енді осы жерде оюымыздың шет-шетінен өстіп ыстық клеймен жағып отырып, жабыстырып шығатын боламыз. Қолдарыңызды байқаңыздар. Ою там кетпесін, оюдың басына да қарап сүртіп, клейіңіз ағып жатса сүртіп отырыңыздар. Өйткені киіміңізге тамып кетіп, клейді алу қиын болады жабысқаннан кейін. Осылай араларын аша отырып жабыстырып шығамыз. Достар, міне біздің оюымыз дайын болып қалды. Осындай әдемі, сәнді, қазіргі хит трендегі осындай тұсаукесер киім дайын болды. Ұнаса, комментарий, лайк басыңыздар.